Бүгін Өзбекстандағы қазақтардың той туралы айтатын боламыз. Біз тойға келгенше той басталып кеткен екен. Сіздерге тойда озвучка жасап айтып берем, кішкене қызықсыз болуы мүмкін, бірақ мен музыка қолдана алмаймын. Өйткені YouTube'да авторский права деген бар. Мен кез келген музыканы таңдап қолданатын болсам, YouTube'да маған нарушение келеді. Ең жақсысы, ыңғайлысы осылай озвучкада айтып берейін. Тойдың басында жар-жармен тура қазақтардың тойы сияқты 2 жасымызды музыкамен подиумға шығарып саламыз. Өзбекстандағы қазақтар өзбектермен араласып тұрғаннан кейін салт-дәстүрлер де тойлар да тура солардыкімен араласып кетеді. Тойымызды ашып алу үшін әулетіміздің ең үлкені Тұрсымат атамызға сөз берілді. Өз батасын беріп, дастарханымызды тойымызды ашып бастап алдық. Бұл атамыз менің әкемнің әкесі болады, яғни менің туған атам. Қызық бір жағдайды көрсетейін. Видеода байқаған болсаңыздар, ер адамдар бір бөлек, әйел адамдар бір бөлек отырады. Өйткені өзбек халқында солай отырғаннан кейін бұл жердегі қазақтар да солардың салт-дәстүріне кішкене ыңғайласып кеткен. Тойымызды бір тамада жігіт және 4 биші әнші жігіттер басталды. Бұлардың билерін көріп, өзің ортаға шығып билегің келіп кетеді. Той тура қазақтардың тойы сияқты болады, енді кішкене айырмашылықтар болады, оның бәрін айтып берейін қазір. Біріншісі, жаңа айтып кеткенде ер адамдар мен әйел адамдар бөлек отырады. Қызды сағат түнгі 12-ге дейін ұзатпайды, түнгі 12-ге дейін тойда болмайды. Бұл жерде той, яғни біздің тойымыз сағат 5:30-да басталды, 8:30-да бітті. 3 сағатта бүткіл той бітті деген сөз ғой. Сосын бұл жерде тойханада орындықтар адам басына саналмайды. Общий адам санын айтасын, дастарханға заказ берген менюға қарап ақшаңызды шығарып береді. Төменде жастар, орта жастағылар және коллектив отырған болса, жоғарыда құдалар мен үлкен ата-апа әжелеріміз отырды. Сосын тамақ келді. Тамақ әрине қазақтың ұлттық тамағы, бірақ бұны қазақтар емес, өзбектер жасаған. Енді әр ұлттың тамағын өз ұлты жасаған кезде ғана дәмді шығады деген ойдамын. Бұл жерде ең бір қызық нәрсені айтайын. Ойбай, неге олай екен деп ойламаңыздар. Бұл жерде сөзге шақырған кезде, мысал үшін коллективті сөзге шақырса, коллектив шығып, сөз сөйлеп, тостарын айтып, алып келген сыйлықтарын барлығын беріп, бір би билеп, үйлеріне қайта береді. Яғни тойды барлығы до конца күту деген әңгіме жоқ. Сосын құдалар да соңына дейін отырмайды. Құдалар тойдың басында сөзге шығады, сөздерін айтып, бір билерін билеп, құдалар үйлеріне қайта береді. Бұл жағында тек өздері ғана, яғни күйеу бала жалғыз деген әңгіме, өзінің достарымен бірге. Сонымен бір тос, бір би барлығы үйлеріне қайта береді. Тойда бітті, 3,5 сағатқа бүкіл той сыйып кетеді. Ең соңғы тос өзіміздің әулетіміз. Байқап тұрсаңыздар, ешкім жоқ. Бұл жерде тек өзінің туған туысқандары, барлық қонақ кетіп қалған, столдарды жинап тастаған. Қызды ұзату үшін түнгі 12-ге дейін күтпейді. Ақ матамызды төсеп, ақ жол деп, басына сәукелені кигізіп, қызымызды шығарып салады. Бірақ бір қызығы, ешкім онымен қоштаспайды. Себебі қыз ұзатылып жігіттің үйіне кетпейді, өзінің үйіне қайтып келеді. Енді бұл жерде салт-дәстүрлері, яғни ұзату тойлары солай болады екен. Ешкім пора-порасы шығып жыламайды да, күйеу бала оны машинаға көтеріп шығармайды да. Қыз өзі шығады, күйеу бала оны сыртта машинада күте тұрады. Бір жеңгесімен күйеу бала қызды үйіне алып келеді. Осымен Өзбекстанда тұратын қазақтардың ұзату тойы бітті. Салт-дәстүрлері бір ерекше. Енді 2 күннен кейін үлкен той, яғни жігіт жақта той болады. Оны да басынан түсіріп барлығын айтып беретін боламын. Ол үлкен тойда бір ерекше болады. Біздің Қазақстанда болатын тойларға ұқсамайды. Кішкене ұқсауы мүмкін. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, келесі тойды күтіңдер.